Менің каналыма қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кет. Дәл осындай 2 қабатты шапканы бүгін жасайтын боламыз. Менің матам көктем және күз мезгіліне арналған. Сол себепті мен матаның қалыңдау түрін алдым. Мендегі мата трикотаж матасы. Шапканы тігу үшін бір ғана деталь қажет. Бұл өлшемдер видеоның басында қалай пайда болғанын көрсетіп кеттім. Енді матамызды осылай 4-ке бүктеп қайырып аламыз. 1 сантиметр кем қайырамыз, ол тігісіне. Осылай шаблон істеп алыңыздар. Шаблонның бір шетінде выточка, бір шеті сопақ болып келеді. Дәл осылай мен істегенде шаблонды жылжытып, екінші жағында қиып аламыз. Қиып болған соң матамызды ашқанда осындай пішім болу керек. Енді дәл осыны екінші жағына қиып алыңыздар. Енді матамызды ашып, оң бетін бір-біріне қаратып, тігіп бастаймыз. Алдымен матаның 2 шетін қосып шығамыз. Тігіп болған соң, келесі екінші шетіндегі выточканы тігіп шығамыз. Выточкаларымызды тігіп болған соң, осылай матамызды айналдырып қоямыз. Бір шетін ғана тігіп шығамыз. Тігіп болған соң шапкамызды оң бетіне аударып, екінші шетін тігіп шығамыз. Тіке тігіспен бір рет тігіп шықтым. Енді осының артық шетін қиып тастап, матаның шетін зигзаг тігісімен тігіп шығамыз. Егер оверлок машинкаңыз болса, осы тіккен тігістердің барлығын оверлок машинкасымен тіккен жақсы. Енді матамызды айналдырып, бір-бірдей етіп қайырамыз. Матаның 2 төбесін бір-біріне қосамыз. Ине жіптің көмегімен 1-2 рет ішінен тігіп шықты. Осымен біздің шапкамыз дайын. Өзіме қатты ұнады. 5 минуттың ішінде тез әрі оңай жасап аласыздар.
шапканы осылай қалдырса да немесе шамалы безендіріп шықсаңыздар да болады. Осындай кішкентай қонжықты жабыстырдым. Өз қалауларыңызша брошка немесе бантик әртүрлі нәрселер қолданса болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіз. Апта сайын әртүрлі видеолар шығады.